Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге супер келін Диана. Қазақша контентті қолдау мақсатында тіркеліп, видеоға лайк басып қолдап қойыңыздар. Бүгін сіздермен біргелікте Рафаэлло чизкейкін дайындаймыз. Онды илектен өткізіп, бөлме температурасындағы сары майды қосып, үгітіп аламыз. Үгітілген қамыр үстінен 2 жұмыртқа қантты салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған қамырды формаға жайғастырып аламыз. Пирогтың ішіне қосатын начинкасын дайындағанша тоңазытқышқа 15-20 минутқа қоясыздар қамырды. Бөлек ыдысқа қаймақ, творог және қант, кокос ұнтағы, 3 жұмыртқаны салатын боламыз. Енді барлық қоспаны жақсылап араластырып, пирогтың үстінен құйып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста жарты сағатта дайын болады. Чизкейк суыған соң бетіне ақ шоколадты құямыз. Чизкейк Рафаэлло болғандықтан оның бетіне Рафаэлло шоколадтарын қойып сәндеп шығасыздар. Оқырмандар, видео ұнаса лайк басып, қазақша контенттің дамуына үлес қосып қойыңыздар. Ал сіздермен бірге болған супер келін Диана.